Қайырлы күн, 5 сынып білім алушылары. Қазақстан тарихы пәнінен қарастыратын кезекті сабағымыздың тақырыбы Андронов және Беғазы Дәндібай мәдениеттері деп аталады. Сабақтың барысында сіздермен бірге Андронов мәдениетінің археологиялық олжаларын сипаттаймыз, Андронов мәдениетіне тән белгілерді анықтаймыз, академик Әлкей Марғұланның археологиялық зерттеулерімен танысамыз, қола дәуіріне жататын Беғазы Дәндібай ескерткіштерінің ерекшеліктерін түсінетін боламыз. Андронов мәдениеті қола дәуірінде Қазақстан, Батыс Сібір, Оңтүстік Орал өңірлерін өзара туыстас тайпалар мекендеді. Археологтар 1914 жылы Оңтүстік Сібірдегі Ачинск қаласының жанында орналасқан Андронов қонысынан қола дәуіріне жататын ескерткіштерді табуына байланысты Андронов мәдениеті деп аталды. Андронов тайпаларының негізгі кәсібі мал бағу мен егіншілік болды. Олар 4 түлік мал өсірді. Соның етімен және сүтімен қоректенді. Өзен, көл жағалауындағы тайпалар бидай, арпа, тары өсірді. Өзеннен балық аулады. Андронов тайпаларының адамдары жартылай жертөлелер мен жер бетіндегі баспаналарда тұрды. Үйдің ортасында тастан жасалған ошақ орналасты. Еден астында ет және сүт өнімдерін сақтайтын ұра қазды. Баспаналарды тұрғызу үшін құрылыс материалы ретінде бөренелер мен тастарды пайдаланды. Жанында мал ұстайтын қоралары болды. Қоныстар 10-20 үйден тұрды. Ал Ресейдің Челябі облысының оңтүстігінде Арқайым қалашығының орны табылды. Андроновтардың діни наным сенімдері. Туыстардың арасында малды бөлісу жеке меншіктің пайда болуына әкелді. Кейбір отбасылардың байлығы өскен сайын қоғамдағы беделі де арта түсті. Ауқатты адам қайтыс болғанда руластары биік мазар тұрғызды. Діни жоралғыларды сақтаушы дінбасылар, абыздар қоғамда ерекше орын алды. Андроновтықтар қайтыс болған адамдардың зираттарын қоныстың жанында тұрғызды. Қайтыс болған адамды бір қырынан қол аяғын бүгіп, анасының құрсағында жатқан қалыпта жерледі. Жанына ыдыстарын, киімдерін, еңбек құралдарын, қару-жарақтарын да қоса көмді. Ал кейбір аймақтарда кремация, яғни мәйітті өртеу ғұрпы таралды. Оған тұрақтардан табылған күйген сүйек қалдықтары дәлел бола алады. Орталық Қазақстандағы кейінгі қола дәуірінің ескерткіштері. Қарағанды облысының Ақтоғай ауданы аумағындағы Беғазы Дәндібай қоныстары кейінгі қола дәуіріне жатады. Бұл ескерткіштер 1946 жылдан бастап зерттелді. Зерттеуді академик Әлкей Марғұлан бастаған археологтар жүргізді. Әлкей Хақанұлы Марғұлан көрнекті ғалым, ұлттық археология мектебінің негізін қалаушы. Оның басшылығымен орталық Қазақстанда жүйелі түрде археологиялық қазба жұмыстары жүргізіліп, қола дәуірінің мәдениеті жан-жақты зерттелді. Зәулім тас кесенелер. Беғазы Дәндібай, Айдарлы, Бұғылы, Ақсу аюлы қорымдарындағы зәулім тас кесенелер әлеуметтік сатыда жоғары тұрған көсемдерге салынды. Оған қазба жұмыстары кезінде табылған әшекей бұйымдар, қыш ыдыстар дәлел бола алады. Үлкен ауыр тастар негізгі материал ретінде қолданылды. Ақсу аюлы қорымдағы ең үлкен обаның биіктігі 2 метрден асса, диаметрі 30 метрді құрайды. Беғазы Дәндібай обаларында қайтыс болған адамдар қол аяғы созылып, шалқасынан жатқызып жерленді. Қыш ыдыстардың сырты 3 бұрыш, сопақша ойықтармен безендірілді. Үй жануарларының сүйектері көптеп табылды. Яғни марқұмның жанына жерлеу кезінде құрбандыққа мал шалынып, соның еттері қойылған. Бұл адамдардың көшпелі мал шаруашылығына бет бұра бастағанын айғақтайды. Тас тесенің табылуы бұл тайпалардың егіншілікпен де айналысқанын дәлелдейді. Қоладан құйылған ине, біз, түйреуіштің кездесуі металл өндірісінде жоғары жетістікке жеткеніне дәлел бола алады. Тапсырма. Алған білімімізді бекіту үшін сол жақтағы ұғымдарды оң жақтағы анықтамалармен сәйкестендірейік.
Үйге тапсырма. Вен диаграммасын пайдаланып, екі мәдениеттің үш айырмашылығы мен үш ұқсастығын анықтаңыз.